Лава жапырағы бәріміздің де ас үйімізде бар. Оны көбіне қуырылған және бұқтырылған ет, сорпа секілді тағамдарға қосамыз. Алайда бұл жапырақтың халық медицинасында көп қолданатынын біріміз білсек, енді біріміз білмеуіміз мүмкін. Оның құрамындағы эфир майы, органикалық қышқылдар қабынуға қарсы әсер етеді. Лава жапырағы субтропикалық климатта күн сәулесінен энергия алып өседі. Сол себепті оның адам ағзасына пайдасы көп. Енді біз көптеген дәрі-дәрмектің орнын қарапайым жапырақтың басалатынын білеміз. Лава жапырағы төмендегідей аурулардың алдын алуға көмектеседі. Диабет кезінде лава жапырағының көмегімен қаныңыздағы қант мөлшерін төмендете аласыз. Ол үшін термосқа 10 жапырақ салып 3 стақан қайнаған су құйыңыз. Тұнба 3 сағаттан кейін дайын болады. Бұл емдік сусынды күніне 3 рет тамақ жерден жарты сағат бұрын ішіңіз. Емделу курсы 2 апта. Лава жапырағының құрамында фитонцид, адамға қажетті микроэлементтер мол. Ол ағзаны қалдықтан тазартып, иммунитетті көтеруге де көмектеседі. Кептірілген лава жапырағы тұнбасын бауырдағы тасты түсіру үшін, асқазан ауруын емдеп, адамның асқа тәбетін ашу үшін ішкен. Ал невралгиямен, миозитпен, артритпен ауырғанда теріні жасыл лава жапырағы тұнбасына күнбағыс майын араластырып сүрту пайдалы. Күнделікті ас мәзіріне жиі пайдаланатын лава жапырағының ерекшелігі неде? Қандай зияны бар? Бүгін 10,35 те ас болсын, хабарынан біле аласыздар. Арықтағыңыз келсе, 5-6 жапырақты ұсақтап турап, 1 стақан салқын су құйып, 1 түнге қалдырыңыз. Таңертең лавр суын 15 минуттай қайнатып, қақпақтың астында тағы 30 минут сақтаңыз. Қайнатпаны күніне 3 рет ішіңіз. Емделу курсы 1-7. Одан кейін міндетті түрде 2 аптадай үзіліс жасауыңыз керек. Сусын дәмді болу үшін бал, жаңғақ, даршын, жанжабіл, кардамон қосып ішуіңізге болады. Ауыз қуысы ауруларына қарсы. Егер аузыңыздан жағымсыз иістер шықса, сіздің қызыл иегіңіз ісінсе, қан жел, стоматит, гингивит секілді ауруларға ұшыраған болуыңыз мүмкін. Олардың алдын алу үшін тамақ арасындағы үзілісте лавр жапырағын шайнаңыз. Нәтижесіне көзіңізді жеткізесіз. Ұйқысыздыққа ұшырасаңыз, лава жапырағының иісі дәрілік шүйгіншектен кем тыныштандырмайды. Жастығыңыздың астына бірнеше лава жапырағын салып жатсаңыз, жаңа туған нәрестедей ұйықтайсыз. Бұл әдіс балаларға да пайдалы. Мұндай хош иістен бала керемет қалың ұйқыға кетіп, түн ұйқысын мүлдем бөлмейді.